Жан деген денеден бөлек нәрсе емес. Ол дененің қызметі. Денесіз жан жоқ. Дене өлді, жан да өледі. Бұл өте қарапайым шындық. Бірақ адамдар өлгісі келмейді, жоғалғысы келмейді. Яғни эмоция бойынша бұл шындықты қабылдай алмайды. Кейін түрлі фантазиялар ойлап табады, мысалы, о дүние деген секілді. О дүниені ештеңе дәлелдеген емес, растаған емес. Бірақ өлімнен қорыққандар, жаңағы қарапайым шындықты қабылдағысы келмегендер, о дүние болса екен деп дәмеленеді, және өз дәмесіне өзі біртіндеп сенеді. Жақсылық осы дүниедегі ұрпағына жақсы, жамандық осы дүниедегі ұрпағына жаман. Ал өмір күрес әркім жеңгісі келеді. Қытайлар да, ақш та, араб та, орыс та және қазақ та. Демек, кім күшті, кім ұрпағына көбірек мүмкіндік жарата алады? Бейне ата-бабаларымыздың бізге Қазақстанды қалдырғаны секілді, кім көбірек байлық, білім, техника қалдыра алады, солардың ұрпағы соның игілігін көреді. Демек, жақсылық осы негізде айтылады. Өзінен аса алмайтындар бар. Олар әрине жаман емес, бірақ жақсы да емес. Ал өз ұлтына жамандық әкелетіндер, өз ұрпағына жамандық қалдыратын адамдар. Олардың ұрпағы жамандық көреді. Жаза сол ғана.